Тек тоқпен жүрісі 215 шақырым, оған бензин мотор қосылса, 1000-нан асып кетедіміз. Маған осы орайда бір ой келіп тұр. Қазір қуатын толықтай отырғызып, тек бензинмен жүріп көрсек не болады? Қанша бензин тұтынады? Қазір автомобильдің бензин қоймасын шүріппе тақ еткенше толтырып, тәулік жүрісін 0-ге қойып, тура 100 шақырым жүріп өткесін, қайта осы Sinoil жанармай бекетінде кездесеміз. Соңғы бір 300-400 метрді осы жанармай бекетінің алаңында айналып дәл жеткіздік қой. Қазір багын қайта толтырып, қанша сұйық отын тұтынғанын көреміз. 6-да 67 литр сыйып кетті. 100 шақырымда қалалық режимде жүріп өттік. Ол жерде автомобиль тоқтыда кішігірім тұтынды және де сұйық отынды да жеді. Қалай ойлайсыз, гибрид автомобиль үшін бұл көп пе әлде аз ба? Өз пікіріңізді астына